Canva бұл онлайн дизайн платформасы. Онда сіз дайын шаблондарды пайдаланып, өз қажеттіліктеріңізге қарай өзгерістер енгізе аласыз. Жұмыс жасау өте оңай және ешқандай арнайы дизайн білімін қажет етпейді. Canva-ның басты бетінен білім батырмасын басамыз және білім беру туралы презентацияның барлығын көру. Үлгі немесе шаблонды қолданып, Canva-да презентацияны қалай дайындауға болатынын қарастырайық. Үлгілер Canva-да әртүрлі тақырыптар, сынып, пән және ресурс бойынша бөлінген. Осы жерден өзімізге керекті, мысалы, су тасқыны деген тақырыпқа презентация шаблонын табайық үлгісін. Міне мына жерде бірден неше бет бар екенін көрсетеді. Және астында осыған ұқсайтын презентациялар бар. Осы үлгіні таңдап теңшейік. Міне өзімізге керекті өзгерістерді енгіздік. Арасына бет қосуды бассақ, мына жерде беттер қосылады және өтпені қосуға болады. Тор көріністе беттерді миниатюра ретінде көре аламыз. Міне бірінші бетте, мысалы, бізге веб-сайтқа сілтеме қосу керек болса, осы мәтінді бассақ, мына жерде 3 нүкте шығады. Осы жерде сілтеме дегенді таңдаймыз және өзімізге керекті сілтемені қосамыз. Міне біз үлгіні пайдаланып презентация дайындауды бастадық. Canva-да презентация дайындаудың тағы да бір амалы, ол макеттерді пайдаланып, сіз мысалы бастапқы бетті қоса аласыз. Міне біз макеттерді пайдаланып әртүрлі парақшаларды қостық. Енді тақырыпты, мәтінді, суреттерді және басқа элементтерді макетке сәйкес өзгерту керек. Біз презентацияны шаблон немесе макетті қолданбай жасасақ та, дайындасақ та болады. Ол үшін басты бетте мына дизайн жасау батырмасын басамыз және презентация деп жазсақ, онда бізде ең біріншісі шығатын, ол презентация міне өлшемі 16:9. Бізге керектісі және ең жиі қолданылатын формат бос парақшасы шығады. Осы парақшаға басынан бастап біз презентация дайындаймыз. Мысалы, фонды қалай ауыстыру керек? Фонға бассаңыз, мына жерде түстер палитрасы шығады. Содан, мысалы, мына түсті пайдаланайық. Мәтін қосу үшін слайдқа біз Т әріпін басамыз. Мәтін, тақырып қосу, түсін, өлшемін өзгертсеңіз болады. Және де, мысалы, түсін өзгертсеңіз, мына жерде төмен жақта бәрін өзгерту деген шығады. Сонда қара түстегі мәтіннің бәрі жаңағы сұр түске өзгереді. Міне. Мысалы, слайдқа сурет қосам десеңіз, онда элементтер батырмасын басамыз. Және жаңағы біз жануарлар немесе жабайы деп жазсақ, онда әртүрлі фотосуреттер, бейнелер шығады. Соны басқанда олар бірден слайдта көрінеді. Мына мәтінге анимация қоссаңыз болады. Ол үшін мәтінді басамыз. Міне анимация түрлері шығады. Мына жерде осылардың біреуін пайдалансаңыз болады. Міне біз презентация дайындадық, парақтарды қосып және слайдтарға әртүрлі бейнелерді, суреттерді, мәтіндерді енгіздік. Мына жерде бет қосудың астында бізде өтпені қосу деген батырма бар. Оны бассақ, біз мына жерде өтулер немесе переход орысша соны қоссақ болады. Мына төмен жақтағы барлық беттер арасында қолдануды басамыз. Міне біздің презентациямыз дайын. Енді оны толық экранда көрсете аламыз. Толық экранға шығарғанда презентация мына төменгі жақта бізде әртүрлі опциялар шығады. Үлкейту және кішірейту, экранды сиқырлы тіркесімдер бар. Мысалы, міне сиқырлы тіркесімдерді бассақ, мындай бабл шығады.
және интерактивті сессияны бастасаңыздар болады. Міне Start New Session, Canva шығарған кодты пайдаланып, оқушылар немесе әріптестер осы презентация кезінде сізге сұрақ қойып немесе комментарий қалдыра алады. Клавиатурадағы цифраны басып, міне таймерді бастасаңыз болады. Және осы таймерді азайтуға болады немесе қосуға болады. Сол таймер жүрген кезде музыка қоса аласыз. Міне біз Canva көмегімен кәсіби және тартымды презентациялар жасаудың негізгі қадамдарын қарастырдық. Бұл құралдың қолдану оңайлығы мен қолжетімділігі кез келген мұғалімге өз сабақтарын сапалы және көрнекі етіп дайындауға мүмкіндік береді. Шаблондарды пайдаланып, уақытты үнемдеп, сапалы нәтиже алыңыз. Презентацияларыңызды өз стиліңізге сай етіп өзгертіңіз. Оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін анимациялар мен интерактивті элементтерді қолданыңыз. Canva-ның артықшылықтарын толық пайдалана отырып, сіз оқыту үрдісін оңай әрі тиімді етесіз. Егер сіз әлі де Canva-ны қолданбаған болсаңыз, қазірден бастап қолданып көріңіз. Нәтиже сізді қуантады деп сенеміз.